Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз гүлдерге пайдалы, әсіресе доллар гүліне өте пайдалы тыңайтқыш туралы айтатын боламын. Бұл гүлдің жаңа өскін шығаруына, жапырақтарын көбейтуге, картошкасын үлкейтіп өсіруге арналған ең маңыздысы гүліңіз ауырмайтын болады, және де гүлдің иммунитеттерін көтеруге, әртүрлі аурулардан сақтауға, өсімдіктердің сау болып өсуіне көмектеседі. Тыңайтқыш таза экологиялық өнімдерден жасалады, ішінде химиялық заттар жоқ, таза органикалық болып келеді. Қарасаңыздар, өте тамаша, әдемі гүл, әдемі көп өскін шығарған, жапырақтарының барлығы жақсы, картошкасы сау, көптеген өскіндер шығып жатыр. Енді көбісі айтып жатады, әртүрлі осындай тыңайтқыштарды беріп, гүліміз өліп қалып жатыр дейді. Егерде барлығын осындай мөлшерімен дұрыс жасап гүлдеріңізге беретін болсаңыздар, ешқандай гүлдеріңізге зиянын тигізбейтін болады. Міне қарасаңыздар, мен осы доллар гүлдерімнің барлығын бір жыл бойы осындай әртүрлі тыңайтқыштармен тыңайттым. Ешқандай өлген жоқ, қайта көп өскін шығарып, жақсы өсіп жатыр. Міне қарасаңыздар, қандай тамаша, көптеген өскіндерін беріп жатыр. Сосын тағы да айтатын болсақ, егерде сіздер бір тыңайтқышты қайта-қайта бере беретін болсаңыздар, ол кезде гүліңіз сол тыңайтқышқа үйреніп алады да, кейін оған әсері болмай қалады. Сондықтан гүлдеріңіздің жақсы өсу үшін тыңайтқыштарды ауыстырып тұрған жөн. Мысалға біз бір дәріні іше берсек, ол дәрі әсер етпей қалады ғой. Сосын біз басқа дәріні ауыстырамыз. Сол сияқты бұл гүлдерге де осындай тыңайтқыштарды ауыстырып беріп отыруымыз керек. Енді тыңайтқыштарымызды бастайық. Бұл бәрімізге танымал күріш. Біз күрішті жуған суды төкпей гүлге құйып жатамыз. Ал бүгін біз таза күріштің өзінен жасайтын боламыз. Міне мен күрішті блендерден өткізіп алдым. Бізге бір қасық осындай ұнтақталған күріш қажет. Күріште көптеген фосфор, калий, көптеген пайдалы витаминдер бар. Маңыздысы онда крахмал өте көп. Ол крахмал гүлдердің жапырақтарының өсуіне, гүлдердің өзінің жақсы өсуіне жақсы әсер етеді. Жаңа мен айтып кеткендей, бізге бір қасық күріш қажет. Оны біз осындай 1 литрлік ыдысқа саламыз. Бұл күріште гүлдердің тез өсуін жеделдететін амино қышқылдар бар. Енді бізге кептірілген сарымсақ керек. Бұл сарымсақ өте гүлдерге, бұның да пайдасы зор. Ол кептірілген сарымсақ, осыған 1 шай қасық сарымсақты саламыз. Егер бұндай кептірілген сарымсақ жоқ болып жатса, онда кәдімгі сарымсақтың 3 терін пайдалансаңыздар болады. Қазір сарымсақ барлық үйлерде бар деп мен ойлаймын. Енді бізге янтарь қышқылы қажет. Бұны өздеріңіз жақсы білесіздер. 1 грамм керек янтарь қышқылынан. Бұл гүлдердің өсуін, жапырақ шығаруына ынталандыратын стимулятор. Ол тамыр жүйесінің жетілуін жақсартады, гүлдерді сауықтырып, иммунитеттерін көтереді. Бұны жиі қолдануға да болады. Ол гүлдерге кері әсерін тигізбейді, бұның қышқылдығы аз. Енді осының барлығын біз ыстық сумен құямыз да 2 сағатқа қоямыз. Ал егер жылы су құятын болсаңыздар, онда бұл тұнбаны 1 күнге дейін қоясыздар. Өйткені сол судың ішіне барлық осы жаңағы біз қосқан 3 қоспаның бойындағы барлық пайдалы заттар суға шығу керек. Су суығаннан кейін құя беруге болады. Енді міне біздің тұнбамыз салқындап дайын болды. Енді осыны біз сүзіп аламыз. Бізге қоймал жыңы гүлдердің топырағына түспеуі керек. Егерде түсіп кеткен жағдайда ол шіруі мүмкін сол топырақта, сөйтіп гүлдерге зиян тигізуі мүмкін. Сондықтан да бізге тек бұл тұнбадағы қажетті сұйықтығы, соны біз қазір ажыратып аламыз.
сүзгіден өткізіп. Енді суымызды 1 литрге дейін толықтырып аламыз, үстіне су құйып. Енді бізге қажет йод. Өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл йод барлық саңырауқұлақ ауруынан сақтайды. Жаңа грибковое заболевание дейміз ғой, сондай саңырауқұлақ ауруынан сақтайды. Гүлдің жапырақтарының жасыл болып өсуін реттейді. Бізге 2 тамшы йод қажет. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, йод суға түскенде неге түсі қара көк болып өзгерді деп ойлайтын болсаңыздар, бұл күріштегі крахмал көп болғандықтан, жаңағы йод пен крахмал араласқанда осындай йодтың түсі өзгереді. Одан қорқудың қажеті жоқ. Енді міне өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, біз дайын болған тұнбамызды қазір гүлдеріміздің топырағына құятын боламыз. Бұл жерде мен жаңғыз доллар гүлі емес, басқа да гүлдерге құятын боламын. Өйткені менің үлкен доллар гүлдерімнің барлығының әлі топырағы кепкен жоқ. Мына кішкентай доллар гүлдерімнің топырағы кепкен. Сондықтан да осы кішкентай доллар гүлдеріме басқа да топырағы кепкен гүлдерге құятын боламын. Егерде топырағы ылғал болып тұратын болса, оларға шамалап 3-4 қасық құйсаңыздар болады. Өйткені сіздер жаңағы гүліңіздің топырағын қатты ылғалдап алуыңыз мүмкін. Ал егерде топырағы кеуіп жатса, қорықпай сол кепкен топыраққа құя беруге болады. Мынау енді менің қара доллар гүлімнің жапырақтары. Кеше ашып қарағанмын, астынан кішкентай ғана түйнегінен өскін пайда болып келе жатыр екен. Міне құйған судың барлығы бірден, кішкентай ыдыстағы болсын, үлкен ыдыстағы болсын, астыңғы табақшасына ағып кетіп жатыр. Негізі солай болуы керек, солай болуы тиіс. Егерде ақпай топырағында қалып қоятын болса, ол кезде топырақта тұрып, топырақ ылғал болып, тамыр шіріп кетуі мүмкін. Сондықтан да әр құйған сайын осындай табақшасына ағып кетуін қадағалауымыз керек. Және де бұндай тыңайтқыштармен гүлдердің жапырақтарын сүртуге де болады. Негізі тек тамыры емес, жапырағы арқылы да гүлдерге тыңайтқыш беруге болатын. Мен сіздерге әр видеомда айтып отырамын. Егерде сіздер менің тұрақты көрермендерім болсаңыздар, менің видеоларымда көріп жүрсеңіздер білесіздер. Жапырақ арқылы да тыңайтқыштарды өзінің бойына бұлар тартып отырады. Өйткені гүлдердің жапырағы арқылы кислородпен демалады бұларды. Сондықтан да осындай тыңайтқыштармен жапырақтарын сүртіп, тазартып тұруымыз керек. Бұндай сусынмен 7-сіне 1 рет құюға болады. Бұл өте аз концентратталған болғандықтан қорықпай бере беруге болады. Мысалға, осы жеті осындай тұнбамен құятын болсаңыздар, 1 жеті гүлдеріңіздің топырағына қарай 2 жеті кебе ма, сол кезде таза су құясыздар да, келесі аптада тағы осындай тұнбамен құйсаңыздар болады. Бұндай сусындар гүлдерге өте пайдалы болып келеді. Жаңа біз жоғарыда айтып кеткендей, өте жаңағы янтарь қышқылы болсын, йод болсын, күріштегі барлық витаминдер, сарымсақтағы көптеген витаминдер барлығы бір-біріне әсер етіп, сөйтіп гүлдердің жақсы өсуіне көмектеседі. Біз жаңғыз бір затты емес, 3-4 затты осындай араластырып гүлдерге беруімізге болады екен. Одан қорқудың қажеті жоқ. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мен гүлдерімнің барлығына құйдым. Міне енді гүлдерімнің жапырақтарында сүртіп жатырмын. Көріп тұрсаңыздар, сіздер де қорықпай бере берсеңіздер болады осылай жасап. Қарап отырсақ, йодта бар, янтарь қышқылы да бар, күріште бар, сарымсақта бар, барлық заттар қолымызда бар, арзан заттар. Сондықтан да қорықпай осыны жасап гүлдеріңізге берсеңіздер болады. Бұндай тыңайтқыштан кейін гүліміз жақсы кебу керек деп мен айтамын. Өйткені бұл органикалық қой, ішіне сарымсақ пен күріш қосылған. Енді қатты кептіру керек деп, топырағын қатты кептіріп жіберуге де болмайды. Өйткені бұл доллар гүлінің картошкасы егерде жаңадай солып қалатын болса, ол кезде ол жапырақ шығармайтын болады, солған картошкасы. Егер гүлдің картошкасы жақсы болатын болса, үлкен болатын болса, ол кезде одан үлкен жапырақтар шығады.
ал кішкентай болатын болса одан кішкентай жапырақтар шығады. Соны естеріңізге сақтаңыздар. Сондықтан да гүлдің картошкасын үлкейтетін осындай жақсы тыңайтқыштар беруіміз керек. Гүлдеріңіздің картошкасы жақсы болып өссе, ол кезде гүлдеріңіз көп өскін шығарып, осындай әдемі болып жайқалып тұратын болады. Егерде менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар, колокольчик белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.